Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бауырдан осындай майға қуырмай ПП котлеттер дайындайтын боламыз. Ең алдымен морковьті, пиязды және 2 штук чеснокты блендерден жақсылап өткізіп аламыз. Бауырды мен алдын ала мясорубкадан өткізіп дайындап қойдым. Осы дайын болған массамызды қосамыз. 2 штук жұмыртқа, дәміне қарай тұз, бұрыш және 50 грамдай ұн қосып, жақсылап араластырып аламыз. Шамамен 2 ас қасықтай зәйтүн майын қостым және 100-120 мл сүт қосып, барлығын жақсылап тағы да араластырамыз. Менде бауыр бұл жерде 500 грамдай. Егер осындай псилиум деген клетчатканы пайдаланып жүрген болсаңыз, тоже 1 ас қасық қосып жіберуге болады. Егер жоқ болса, бұл міндетті емес. Сковородканы орташа отта қыздырып алғаннан кейін, осылай котлеттерді салып шығамыз, бетін жауып қоямын. Әрбір бетін 4-5 минуттан пісіремін. Жаңа көргендеріңізде бұл котлеттің құрамында кішкене мөлшерде ұн бар. Мен кей рецепттерде аз мөлшерде негізі ақ ұнды пайдалана беремін. Міндетті түрде осы рецептпен бауырдан котлет дайындап көріңіздер. Майға қуырылмаса да өте дәмді, жұмсақ, сочный болып шығады. Егер рецептім ұнаса, каналыма тіркеле кетіңіз. Мен дұрыс тамақтану арқылы салмақ тастап жүрмін және өзім дайындайтын әртүрлі ПП рецептермен бөлісемін.